жаққа қарай тұра ғой. Төре ғой, дұрыс қой. Нұрсұлтан үшін тұрасың ба? Әрине. Мен тұратын адам тұрасың ба? Тұрам. Молодец. Қызбек үшін тұрасың ба? Тұрам. Молодец. Нұрсұлтан үшін тұрасың ба? Тұрам. Молодец. Нұрсұлтан үшін? Тұрам. Молодец. Той біткен шейін төртеуің тұрыңдар өстіңіз. Ортаға жігіттер, Рүстем, бір жұптан төре алып шығу керек. Нормальный билей алатын бір жұптан. Кетіп берған, тез. Бір жұптан. Тез. Төре, давай. Бір жақсы билей алатын. Есіміңіз? Адина. Және? Еңілік. Арайлым. Сонымен? Альмутта. Не понял? Аймутта. Қандай молда қойып жүр ма? Аймутта деп. Сенің атың Аймутта деді ма молдалар? Рахмет. Енді бірінші тапсырма. Әр жүктің өзінің аты болу керек. Сондықтан да сразу айтайын, бір нормальный жемістің атын қоямыз. Жеміс. Ойланыңыздар. Жоқ, бүйтеміз. Бір-бірлеріңе қарап, қандай жеміске ұқсап тұрмыз. Мысалға, вот это арбуз. Нормально? Арбуз. Қандай? Ягодка. Өзің салмағыңа қарап, бір қойсайшы кішкене бір. Қандай? Дыня. Қауын. Мынау арбуз. Қауын. Сен ойлан енді, сен мынандай объем жоқ қой сенде. Ойланшы бір. Не бар? Апорт алмама, это нормально? Апорт. Авокадо. Не понял. Авокадо. Не деген ол? Антмеште? Ортасында дәні. Ой, тұрайын енді қазір. Ана ортасында несі бар бір деп. Алма боласың шып қалайын. Алма боласың шып нервативді, анау мынау демей. Сендер енді, сен я алмаға тартпайсың, я арбузға тартпайсың. Бір киви ма бірдеңе ғой енді сендер. Кішкентай бір өрік па бірдеңе. Қандай? Өрік. Мына қараңыздар, арбуз, қауын, алма, өрік. Нормально, өрік. Енді 4 жұп артқа тұрамыз. Өрік артқа. Қазір мен бір музыка қоям, және бір топты ортаға шақырам. Мысалға, группа арбуз дейін ба, арбуз шығады да бейді бастайды. Арбуз бейдеп атқан кезде группа өрік дейім. Арбуз орнына кетіп қалады, бейді өрік жалғастырып кетеді. Кімді шақырам, сол сразу бейді жалғастырып кету керек. Бірақ бейлеп атқан топқа қарағанда лучше билеу керек. Түсіндік қой? Түсіндік па? Олай болса, сіздерден что-то подозрительно. Әпке, сізді бола ма? Аяқта кола жетпей жатыр, құдаларға коланы алып келіңдер, біреу чебер магазинге деп жатыр ғой, тиіспесейші. Скалатта кім тұр, 2 фанта жетпей қалды, осындашы, тесесіз. Сондай әңгіме. Так, енді ортада сіздерден бір өтініш, бәріміз бір тойда отырған соң, мына кісілерге айқайлап, шулап, бір поддержка беріп отырайық, тойда отырып қой. Біз бастаймыз, сіздерді көңіл күйлеріңіз қалай? Настроение қалай? Қатыра.
ойыннан ұшады. Ол группа қандай? Кім шығарамыз? Қауын, арбуз. Мирхан, бұл өмір. Келе ғой. Енді құтты болсын, 4-ші жыл. Нормально ма? Өкпеліп тұрған жоқсың ма? Қойш. Арақта 3 адам айтты. Арбуз кетсін деді. Реке. Сондықтан да өзімден сұрасам айтамын. 4-ші орынға сыйлық беріп жіберейік. Айсұлу, 4-ші орынға. Айсұлу. 4-ші орынға сыйлық бір. Онша емес пе бере салшы. 4-ші орынға деп атқаным ғой. Қайсысы? Қыздікі қайсы ма? Қыздікі қайсы? Атың кім еді? Аймутта. Как будто мен қойғандай Аймутта деп қояды ғой. Сізге енді Мирхан бізге Нұрсұлтан үшін ортаға шыққаныңа үлкен рахмет. Сыйлап шыққаннан соң сені де сыйлап орныңа салтанатты түрде ұзатып шығарып салайын. Жақсы Мирхан да. Мен осы уақытқа дейін Тараздың өзінде 612 қызды ұзаттым. Соның ешқайсысы қайтқан жоқ. Енді бір-екеуі болған шығар, бірақ маған айтқан жоқ. Ортада биді бастайтын группа өрік. Дайын бол. Құда деген атың бар. Дайынсыз ба? Сындырып сана екеуі кеттік. Лампада! Енді 3 жұп биледі. Осы 3 жұптың ішінен бір жұп ойыннан шығады. Ол ойыннан шығатыны туралы өзі ана жүрегі сезіп тұрған шығар. Ол группа кішкентай болмалы ұзындарды шығарып жіберіп байқадың ба? Сен
кішкентайды мен сенбей тұрғанда олар озып кетті, байқадың ба? Кішкентай шәйнек тез қайнайды дейді, қазақ білесің ба? Екеуі күшті билеп жатыр. Сондықтан сіздің атыңыз бен? Арайлым ба? Айсұлу! Сыйлық қайда? Екі сыйлық бересің? Екі сыйлық. Қайсысы қыздікінен? Жіттіра бар ма? Енді Арайлым, сізге мынау ақшаны сөйреті бар саған. Енді бауырым, ортаға шыққаныңа рахмет. Бір қол соғып шығарып салайық. Давай, брат, давай. Алақаннан ұшқан аққуым не айны? Молодец! Енді ортада финал. Стандарттардың бейі болайын деп тұрна қарсай. Төрде бірдей. Төре, жоғарғы. Төре, молодец, күшті билеп атсың. Сен атын кім еді? Еңгілік. Убийла бар ғой, бейді бар ғой, сен ше. Еңгілік. Ти убийца. Қаса тұр кім төре? Төре? Сен ауырып тұрған жоқсың ғой, нормально бәрі? Жөт тұрың дейді тұр. Әлде сен чуда жүрсің деп атыр. Ортаға. Ну, не істеп жүр. Ана бірдеңе тасып жүр. Құдалар жақта. Финал! Сәл-сәл қинал деген әңгіме. Сондықтан да дайын болайық. Кім лучше билейді төре? Сол бірінші орын. Сондықтан да, Русия. Бірінші орын құтты болсын. Сенің құда деген атың бар. Сындыртса давай. Духым не падает. Құда болса өзіне құда. Грабри құтты болсын. Достарым поддержка береді. Төре. Жастардың бейін қоямыз, бағынан андижанский ламбада қойып атырып қой. Сендердің тақырыптарыңа сәйкес би, кім күшті билейді? Давай, әруақ құдай жар болсын. Кетті! Красавчик, жақсы биледің. Молодец, күшті биледің. Бірақ енді жарыстың аты жарыс. Бір жұп жеңімпаз. Тек қана жеңімпаздың атын айтып жіберіңіздер. Группа Алма немесе группа Өрік. Жеңімпаз! Кім? Кім? Өрік? Анақта құдашалар айқайлап жатыр. Өрік, өрік деп. Сондықтан да қазір екі жұпқа жеке-жеке қол соғамыз. Кімге қас шапалақ ұрылды, сол бірінші орын. Сондықтан да дайын болайық. Группа Алма! Және олмен жарысқан группа! Құда ғой, құда. Өрік! Бүгінгі тойда өзінің ерекше өнерімен бірінші орын алған Алма! Ойлап қама. Жеңімпаз Өрік!
Құдаша! Қол соғма, құдаша! Айналамыз! Сізге! Әрі-бері дейсіміз. Бірдеңе тасып. Және! Ортаға шығайық. Достар, қол соғып жіберейік. Мынау сізге. Және мынау Рүстем сізге. Және төре. Молодец. Баршаларыңызға керемет би, көтеріңкі көңіл күй сыйлаған қыз жігіттерге қол